Бүгін енді біз мына кісінің қынап жолы қабынуды емдеп жатырмыз. Көп әйел адамдарда мына қынап жолы қабыну, бейденені көбейу, ішкі кіші құрсағымыз көп ауыратын, бейденені көбейетін, беліміз ауыратын. Осының бәрі сол қынап жолы қабыну, одан соң мына матканың мойны эрозия болу. Ол 3 дәрежеге бөлінеді, бірінші, екінші, 3 дәрежеге шейін бөлінеді. Сосын мына көбінде мына матканың көптеген эрозия болғанда көптеген әйел адамдарға мына түбегейлі емделмеу қалу, қайталай беру аурудың. Сол үшін біз мына аппаратымыз осының көптеген аурудың осы атқару жолында осы аппаратымызды қосамыз. Бұның сол жаңағы айтып кеткен емдеу жолдарын бастаймыз. Одан сол көптеген шөп дәрі қолданамыз. Біз қазір сол шөп дәріден жасаған тәмпін содарды қоямыз. Бұны сол бір емдеу мезгілі сол 10 күн, емнесі бір жеті осындайға апарамыз. Құдай қаласа бұл ауру сонымен сақайып жақсы болып көп жылдан бері көптеген әйелдің сол жаңағы эрозиясын, қынап жолдың әртүрлі инфекциясын, одан кейін матканың үлкеюі, матканың үлкейіп, мына жайсыздық әкелу, екі трубаның бітелуі, тосалғы. Осының бәрін осы аппаратпен емдейміз. Мына аппаратымызда сол мына шөп дәріні қойып, сол мына қынап жолды тазалауға, инфекцияны жоғалтуға осыған шөп дәрінің арнаулы аппараттар.